Қайырлы күн. Мына жерде біз екінші қызымның туылған күніне орай сыртқа шығып тортымызды әкеп қояйық деп шештік. Баламды киіндірдім, өзім киіндім, кішкентай қызымды киіндірдім. Бұл қызым деген шапкасын жұлып, шешіндер деп шыңғырып, сөйтіп үйден 1 сағатта әрең дегенде шықтық. Такси шақырып қойғанбыз. Мына жерде жолымыз әлі жөндемеді, енді жөндеп бастап жатыр. Таксиге отырдық. Бір жұмысымды бітіріп алайын деп кірсек, бұл жерде очередь көп. Сонымен балам бар екенін көріп, бір кісі кезексіз жіберді. Бұл жердегі тірлігімізді бітіріп шықтық. Қарнымыз ашып кеткен, сонымен кішігірім фастфудқа кірдік. Кіріп, жайғасып отырып, заказымызды беріп қойдық. Сонымен мына жер әдемі екен, уютный екен деп әр жерді видеоға түсіріп алыппын. Іші әдемі, уютный екен. Сонымен коламызды алып, донер, бургерімізді алып, жеп алдық. Мен негізі бала-шағамен сыртқа шықсам, міндетті түрде фастфуд сондай жерге кіргізіп, отырғызып, тойғызып аламын. Сонымен келген жұмысымыз біздің торт болатын. Ал енді осы торговый центрден тортты іздедік. Мына жерде әдемі ойыншықтар бар екен, нежный. Оқушыларға негізі сокпен торт алам деп кіргем, сол согымды алдым. Неше түрлі торттар бар екен. Таңдау қиын, сонымен бір тортымызды алдық. Сонымен папамыз Алматыдан келіп, қызымызға тосын сый жасап, жап-жаңа телефон әкеліп берді. Соны түнде оятып алып, осы қызымызға көрсетіп, қуантып жатқан түріміз. Бұл қызым қуанып ұйқысын аша алмай бір сағат шұқылап отырдық. Қызым қатты қуанды. Қанша күннен бері телефон армандап жүреді. Сөйтсе мына кішкентай қызымды тұрып апты ұйқысынан. Таң атты, таң атқаннан кейін қызымның шашын жөндеп, мектепке бару керек қой. Шашын осылай әдемілеп өріп бердім, әдемі қылып. Сонымен жаңағы торттарын, напитогын, кексик алдық. Салфеткасын алып, салып беріп жібердім 2 қызға. Пока деп кетті мәз болып. Сонымен өзім бүгін кешкіге манты деп пландап қойғанмын, соны дайындап қояйын деп жұмыртқамды жарып, ұнымды елеп, әдемілеп мантыға қамыр елеп қойдым. Мына жерде музыкамды қосып қойып, әдемілеп пиязымды ашып, турап алдым асықпай. Сонымен қамырымды жайып, кесіп, арасында осындай пауза жасап алдым. Осылай қызымды кешке тортпен, кішігірім дастарханмен, туған күнімен құттықтап алдық. Бұл жерде менің кішкентай балам әкесімен моншаға кеткен еді. Сонымен кешке моншадан келіп, мен де свеча үрлемей қалдым деп жылаған. Сонымен ол балаға да қалған свечамызды, қалған тортымызға қойып, ал сен де үрле деп үрлетіп алдық. Ол әбден жылап алды. Сонымен сіздерге осы видеом ұнап жатса, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.